Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Ертеде бір патша шеттен келе жатқан бір құлымен кемеге келіп отырады. Құл бұрын теңіз көрмеген, кеме азабын шекпеген еді. Сабыр ете білмеді. Қатты жылап дірілдей бастады. Қаншама жылы сөйлеп, алдап суласа да көнбей қойды. Патшаның әбден мазасы кетті. Кемеде бір хакім патшаға келіп, «Бұйырсаңыз мен оны тыныштандырайын», деді. «Өте жақсы болар еді», деді патша. Хакім, «Оны теңізге тастаңдар», деді. Хакімнің айтқанын жасады. Оны теңізге тастады. Бір рет батып шықты. Екінші рет батып шыққанда шашын ұстап кеме жанына келді. Екі қолымен кеме жіптерін ұстап ішке кірді де бір бұрышта тып-тыныш отырды. Хакімнің бұл ісі патшаға ұнады да, «Мұнда қандай хикмет бар?» деп сұрады. Бұл тұншығудың бейнетін татпайынша, кеме рақатының қадірін білмейтін еді. Енді бұл ауыртпашылықты көрді. Кеме қауіпсіздігінің қадірін білді, деген екен хакім. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.